Біздің көңілдесі бар, пәтер алып берген, көлік алып берген, қымбат шуба, бриллиант барлығы қазір соның үстінде. Маған өте ауыр. Мен өлем деймін. Секіріп кетуге дайын болған. Жезөкшелерге барғаны жеңілмеді. Өте қиын болды, себебі шетелге барып келген екен екеуі. Қандай жаман еді, өзіңіз іштей тынып, соның барлығын көтеріп жүру деген енді. Бұл тақырыптың басталғанына 14 жыл болды. Арамызда қалатындай ешнәрсе қалған жоқ. Сізді ең қатты жүрегіңізді жаралаған, оның сізді сүймей кеткені ма? Екінші әйелі ма? Қазір көпшілік балалар сағынады, фотоға түсіп, папаға жібер дейді. Папасына бұл фото қызықты емес. Папасына бұл фото жібере алмаймыз, себебі блоктамыз бәріміз. Адамдар қалай бұндай дүниеге барады? Әлі де жақсы көресіз ба? Тұрсынбекпен өткізген әдемі сәттер сағынам. Махаббатқа толы жылдарды сағынам. Кездесейік деп жаздым, себебі мен оны сағынып тұрам. Біріншіден кешірім сұрап келген Тұрсынбек жоқ. Сонымен Тұрсынбек Қабатовпен заңды түрде ажырастыңыздар ма? Бір күні SMS келді Тұрсынбектен. Сонымен не істейміз, ажырасамыз ба деп. Бүгінде сахнада күліп жүрген талай адамның жүрегі шын мәнінде жаралы. Кейде жарқырап жүрген жұлдыздың үйде отырған жары үнсіз жылайды. Оның көз жасын ешкім көрмейді. Бірақ еркектің сатқындығы тек әйелдің емес, тұтас бір отбасының жүрегін жаралайды. Бір адамның опасыздығы баланың сенімін, ананың қадірін, отбасының берекесін бұзады. Мұндай сәттерде әйелдің ең үлкен күші кек алу емес, сабыр. Өйткені Алла әділ. Адалдық кеш болса да жеңеді. Бүгін сен күлген шығарсың, бірақ ертең өмір өз төрелігін береді. Қоғамда мұндай оқиғалар көбейіп барады. Еркектер жауапкершіліктен қашпауы керек. Әйелдің көз жасына қалған әрбір ер адам Алланың алдында жауап береді.